Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода iOS форматтағы, IUI форматтағы контест есептерін талқылайтын боламыз. Яғни бұл видеоны көрместен бұрын бұл есептерді өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Бұл контесттің сілтемесін үздік білім телеграм каналында орналасқан. Яғни бүгін біз екінші контестті талқылаймыз. Бірінші контестті де басқа видеода талқылаймыз. Яғни мына контест деген сілтемені бассаңыз, міне ашылады мына жерде. Және де бірінші контестті де талқылап шығарсаңыздар болады. Бұл енді бұрын өтіп кеткен контесттер. Ендігі болатын контесттер 29 күні, одан кейін 5-і, яғни әр жұма сайын кешкі сағат 7-де болып тұрады. Қатысыңыздар, шығарып көріңіздер. Шығарып біткеннен кейін есептердің шығару жолдарын осылай YouTube'ға салып отырамыз. Видео түсіріп. Енді бастай берейік. Басына үздік білімдегі сілтеме осындай болып тұрады. Яғни мен видеоның астына қалып қоямын, сілтемелерді. Көре аласыздар. Енді бірінші есеп, яғни пойызбен саяхат. Яғни есепті белгілеу бойынша мен қысқаша айта кетейін. Андай бізде пойыздың орындар береді, яғни топас карттар. Және әр купеде орындар бар, яғни әр купеде 6 орыннан берілген, және олардың номер саны берілген. Яғни пойызға отырған болсаңыздар, мына купеде 4 адам отыратын жақтан басталады, санауды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп кете береді. Соңында біткеннен кейін артқа қарай кетеді санақтар. 44-пен бітсе, қайтып 45, 46, 47, 48 деп артқа қарай кетіп отырады. Яғни бұл жерде есептің берілуі мынандай болып тұр. Бізге К деген сан беріледі 1 мен 11-дің арасында. Яғни сан берілгеннен кейін, сол купенің ішіндегі орындарды қайтару керек біз, нөмірлерін. Яғни өсу ретімен қайтару керек. Мысалы, мына жерде тестте 2 деген сан берілген, яғни екінші купе. Екінші купеде қарап отырсамыз, 6 орын бар, және оларды, яғни өсу ретімен қойсақ, ол былай болады: 5, 6, 7, 8, 63, 64. Яғни жауаптарын берілгендей, осындай шешім шығып тұр. Енді бұл есепті шығарудың бірнеше жолы бар. Бірінші жолы біз ойланбастан бұлардың бәрін бір массивке салып шығарсақ болады. Яғни ол деген қалай? Мына жерден мысалы қараңыздар, бізде не берілген? Мында қойсақ бола ма? Біз бұның барлығын бір массивке салып қоямыз, массив немесе сөздікке. Мысалы, 1 деген купе болсын. 1 деген купенің ішінде біз айырамыз. 1, 2, 3, 4, 65, 66. Екінші. 5, 6, 7, 8, 63, 64. Үшінші кетереміз, соңғы 11-ге дейін. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Яғни өзіне сөздік құртақ басында. Мысалы, Г деп алайық. Одан кейін бізде тек бір ғана санны, яғни оқып аламыз. Input бар. Бұлар қарай, мына жерден print д кімдей жасақ болады. Яғни мен осылай жасақ болады. Бірінші жолы. Екінші жолы, бұны көппен жазып қойым, өйткені көппен жазып оңай. Екінші жолы тура осыны, мысалы, массив ретінде жазасыз. Яғни матрица ретінде, мысалы. Бұлай жазып шығамыз, 1-дікіне жазамыз. Кейін 2-дікіне жазамыз, осылай. Соңында жазып шығамыз біз. Жерде бізде матрица түрінде болады. Бұның жауабында тура осы сияқты
бірақ бұл жерде бізде индекстер неден басталады ғой, бірден емес, нөлден басталады ғой, сондықтан біз мына жерде жауабына былай жазамыз просто. Print n-1 дейміз. Болды. Мына жерден жазып тұрса. Бірінші сөздіктермен шығаратын болсақ. Не бірден басқа жауап жоқ. Не осылайша прені. Бұл жерде бізде бірінің астынан бірін шығарып тұр ғой. Сондықтан біз оны былай жазсақ болады. I дейміз да. I дейміз. Және мен біреу салып қойған себебім артында тағы, яғни бар деген сөз болсын деп сөздіктердің бәрін жазып қою керекпіз. Енді ары қарай екінші мысалда былай болып жаңа матрица болады. Ол осылай. Мына жерде біз n-1 деп аламыз, өйткені бізде индекс нөлден басталғандықтан. Солай жазамыз. Не жауап шығып тұр. Енді бұл жердегі біз жазған кезде бұл жерде көп уақыт ұстаймыз, өйткені бәрін жазып отырамыз, соңына дейін мысалы 11-ге дейін. Қалың мәтін, яғни бүкіл сан жазып шығамыз, 66-ға дейін сан. Бұл жерде уақыт алады деген сен, бұл не негізі, яғни кодты запускать еткен кезде уақыт алмайды, просто біз бұны қолмен жазған кезде көп уақыт кетіп қалады, яғни уақытын ұтыламыз. Мысалы, бір адамдар бір 3-4 минутта шығарылмаса, біз мынаны бір қанша минутта жазамыз, яғни қатесіз. Соған байланысты да уақытпен қолмен яғни жеткізіп жіберген кезде. Енді бұл есеп шығарудың басқа да жолы бар. Яғни ол қалай дегенде былай біз мына сандап көрген кезде жаңа бірінші жоғарғы 4 санды есептеп көрейік. Мысалы 1 дегенде 1, 2, 3, 4, 2 дегенде 5, 6, 7, 8, 3 дегенде 9, 10, 11, 12. Яғни мынаны қарап отырғанда бұның логикасын табу оңай, өйткені қарап отырсаңыз, мысалы 1 дегенде 1, 2, 3, 4, яғни 1 мен 4-ке дейін болып тұр. Мысалы, екіншісінде яғни 5-тен 8-ге дейін. Ол дегеніміз былай қарайық. 1 1-ден 4-ке дейін. 2 5-тен 8-ге дейін. 3 9-дан 12-ге дейін. Яғни бұл жердегі байланыс қарайтын болсақ, мына соңғы сандарға қарайтын болсақ, 4 8 12. Мысалы олай болып тұр, 1 көбейту 4, 2 көбейту 4, 3 көбейту 4. Бұл дегеніміз біз былай жазсақ болады. Егер бізде қандай да бір n деген сан болса, онда мынау соңғы сан бізде n көбейту 4 деген сөз. Алдындағысы ол 3 деп тұрмыз, яғни n көбейту 4 минус 3. Деген сияқты формулаға келеді. Мен қазір кодпен жазып көрсетейін. Түсінуге оңай болу үшін. Оны етеді. Тұрсам, мен мынаны инпутпен бапыстайын. Өзіміз санды деп, мысалы 8 десем 32. 4-ке көбейту деген сан шықты. Мына жерде қарасақ 8, 32, яғни біз мына жерде соңғы осы 4 орынның ішінде соңғысын шығарып отырмыз, оған дейінгі үшеуін шығарсақ болады, былай. Жерден жазайын. Минус 1 минус 3 минус 2. Мысалы 4 дейтін болсақ, 13-дан 4-тен бесін алып. 2 дейтін болсақ, 5, 6, 7, 8. 3 дейтін болсақ, 9, 10, 11, 12. Яғни, міне осы код арқылы біз жаңағыдай алдындағыдай үлкен матрица құрып отқанша осылай жазсақ болады. Мынаны жазуға бізге көп уақыт кеткен.
яғни бірінші төртеуін табу бізге яғни қиынға соққан жоқ. Оны біз осылай жазсақ болады. Немесе мынаны бір яғни циклмен жазсақ болады мұны. Цикл қолдану арқылы. Цикл қолданғанда қалай қолданамыз? Мына жерде қарап отырсаңыздар. 4, 3, 2, 1. Яғни минус 3, минус 2, минус 1 былай жазсақ болады екен. 4 n көбейту 4 минус 3-тен бастап көбейту 4 плюс 1-ге дейін осылай жазсақ болады. Ол енді одан да қысқа тұр. 4 десем 13 десем артымен. Жаңағы кодтан да қысқа болып қалды. Яғни осы код арқылы біз бірінші бөлігін таптық. Енді бізге мына екінші бөлігін табу керек. Екінші бөлігін табу бізге сәл қиындау болып тұр. Өйткені мына жерден қарап отырсаңыздар, біз жаңағыдай формула қолданамыз. Өйткені мына біздің купеміздің саны үлкейген сайын, мына орындар саны кішірейіп жатыр. Қарасаңыздар 11 дегенде бізде мынау 45 пен 46 болып қалды ең аз. Яғни мынау купе кішірейген сайын мынау көбейіп отырады. Бұл дегеніміз қалай? Осы жерде бізге бір формула табу керек осы жерге. Ол қалай болады? Оны былай тапсақ болады. Яғни бізге мынау купенің саны болса, бізге бұдан керісінше бір тағы функция керек та. Екінші функция, например, мына жерде мынаны басында 1-де бар, 2, соңғысы 11, 19. Яғни мынау менде кері қарайтын болсам, не былай болып тұр. 12 минус k деген тұр, иә. Қарап отырсаңыздар, мынау бірінші бағам бізде өсіп беретін болса, екінші кеміп кетумен. Яғни тура осыған біз былай функция жасасақ болады. Қазір бұның не үшін былай жазғанын да қазір түсіндірем. 45, 46, мына жерде 47, 48. 49 елу деп көбейту ең аз соңында мысалы 65, 66. Мұнда 64, 65, 63, 64, 62, 61. Яғни қараңыз, мына бөлікті қарасақ, мына жерде яғни астынан қарасақ, яғни өсіп отырады. Мынау да бізде сол сияқты өсіп отыр. Қарасаңыздар, мысалы 1 дегенде бізде 45, 46, 2 дегенде 47, 48. Яғни әр кез әр сан 2-ге артып отырған, иә, қарап отырсақ. Енді бұл былай жасақ болса, n болса, 45 дегеніміз былай болды ғой. 43 қосып 2, 46, 44 қосып 2 қадым. Яғни оңай болып мен мына бір қысқасы жасайын. Қазірдің басында түсіндірейінші. Яғни былай бізде k деген сан бар. Ол 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оғынан бір. Қарап отырсаңыздар, біз бірінші купеде ол үлкейіп кетті, 65, 66 болды. Екіншісінде ол тағы кішірейді. 63, 64 болды. Қарасаңыздар, біріншісінде үлкен болды, екіншісінде азайды. Яғни 2-ге азайып қалды. Үшіншісінде одан сайын азайып отырады. 61, 63 болады. Енді бұл жерде k үлкейген сайын мынау азайып отырады. Яғни оны былай жасап болады. Мына жоғары жағынан мысалы 0 деп қойып, ол егер 0 болған болса, бұл бұдан да үлкен сан болды деп ойлаймын. Мына жерде мысалы 67, 68 деп қояйық. 1 болған кезде мынау 2-ге азайды, иә. Мынау да 2-ге азайып қалды. Яғни әр кез 2-ге азайып отырады. Яғни бұл дегеніміз мына k-ны қосқан сайын, мына жерден 2-ге азайтып отырамыз. Яғни бұл жерде мынандай формуланы қосақ. Яғни формуланы табу басында оңай болмайды, бірақ сіздерге былай айтайын мысалы. n деп алайын мына жерде. 67 минус 2 көбейту n, 68 минус 2 көбейту n деп алайын.
яғни былай алған себебім мысалы к бізде бірге тең болсыншы, ннің орнына бірді қойсақ, 67-ні 2-ні алсақ 65, 67-ні 2-ні алсақ 66. Мына жаққа бастайын. Қараңыз, n бізде 3-ке тең болса, 67-тен 6-ны алсақ 61 ғой. 68-ден 6-ны алсақ 62. Яғни бізде мына форма табылып тұр. Яғни бұл дегеніміз мына жерге жазсам болады астына. Яғни принттенді 67 минус 2 n 8 минус 2 нар формуласында бір тұру үшін бір болса, мына 65-66. Яғни код осындай болып тұр. Енді бұны жеткізсек керек. Өсіп тұрады. Яғни өтіп тұр. Барлық тестін өсіп тұр деген сөз. Бұл енді не себебіміз, просто бұл жердегі ең басты нәрсе. Формасын тапсаңыз болады, немесе әртүрлі жолдармен шешсеңіз болады. Енді екінші есепке келдік. Бұл жерде мен өзім қысқаша түсіндіре салайын. Яғни магазиннен мысалы 3 түрлі не бар дейді, пирожки бар дейді. 3 түрлі пирожки, мысалы брусника, там черника, вишня деген. Үшеуінің әртүрлі бағасы бар. А, Б, С деген. Және ол әр күні бір пирожкидан жейді, және олардың андай кезегі бар. Мысалы бүгін А деген пирожки жесе, ертең күні Б-ны жеу керек болады. Ал бүгін Б-ны жесе, ертең күні С-ны жеу керек. Ал бүгін С-ны жесе, ертең күні қайтадан А-ны жеу керек болады. Яғни мұнда бізде арнайы бір круг пайда болады да. Яғни А-ны жеген болса, бүгін ертең Б-ны жейді. Оны жеген болса, ертең күні С-ны жейді. Оны жеген болса, қайтадан А-ға қайтып келеді. Яғни осылай жей береді тамақтарды. Яғни үшеуінің әртүрлі бағасы бар. Яғни бізде мына жерде айтып тұр. Яғни біз оның мысалы бүгін қай пирожки жейтінін білеміз да. Яғни бізге нені табу керек, мысалы бірнеше күн өтеді, n күн. Яғни n күн өткеннен кейін ол мысалы қанша ақша құтады пирожкилерге. Яғни бұны мен мысалы мына жерде мысалда көрсетіп қойған. Мына жерде бізде 3 пирожки бар екен. Яғни бірінші үшеуі мына жерде неге жазып қойған. Бірінші үшеуі 3 пирожки, одан кейінгісі ол 7 деген ол күн, одан кейінгісі 1 деген, яғни кезек, яғни бүгін қай пирожки жейді. Бірінші ма, екінші ма, үшінші ма пирожки деген сияқты. Яғни былай болып тұр ғой, бізде 3 пирожки бар, 14, 12, 11 деген. Біз жаңа айтқандай абысы. Яғни бізде барлығы 7 күн бар. Яғни бүгінгі күн 1, яғни бүгін ендеше А деген пирожки жейді бүгін. Бірінші күн. Мен соқып қойын. Бүгін бірінші күн. Бірінші пирожки А-ны жейді бүгін. Екінші күн, үшінші күн 4, 5, 7. Яғни ертең бұны жейді. Оның ағыны С-ны жейді, қайтадан А-ны, Б-ны, С-ны,
Hadi. Осылай бітіп қалады. Міне қарап отырсаңыздар мынандай көппен айналып отырады жер өтеді. Және біз олардың бағаларын қосу керекпіз. Яғни бүгін 14, 12, 11 барлығын қоссақ қанша болады? 37. 3 күнде 37. Қалған тағы 3 күнде 37. Соңында А бізде 14. Яғни 37-ге 37-ні қоссақ 74. Оған 14-ті қоссақ 88. Яғни шешімінде келейік 88 шығып тұр. Енді екінші тестті тура осындай, бірақ ол бүгін екіншіден бастайды тұр келесі тестті. Ол былай. Енді бұл бізде бірінші тест болды. Ал екінші тестті былай өтті. Бірінші күні ол Б-ні жейді, Б деген пирожки жейді. Қайтадан жетігін 4, 5, 6, 7 яғни. Яғни бүгін Б-ні жесе деген соны жейді, одан кейін аны жейді. Б, Б, А, Б. Яғни бұл жердегі Б-мен басталғандықтан бұл аяғында Б-мен аяқталып тұр. Енді бұл жерде бізде яғни клуб қай жерде тұр? Мына жерде тұр, иә, А-Б-С деген. 37. Одан кейін қарасаңыздар. Б бізде 12 тең, С 11-ге тең. Б-мен С-нің қосындысы 23. А мен Б-нің қосындысы А бізде 14, Б бізде 12. Яғни 14-ке 12-ні қоссақ 26. 26 қосу 23 қосу 37. 86. Жауап 86 шығады. Яғни осылай үшіншісіне тексерсеңіздер, үшінші 81 шығады. Ол жерде сіз бірінші 11-ден бастайсыз. Одан кейін 14, 12, 11, 14, 12 деп кетеді. 11 деп кетеді. Енді бұл есепті қалай шығарамыз? Бұны біз негізі циклмен шығарсақ болады. Енді циклді қарапайым былай шығарып. Мына жерден бізде айтқандай А-Б-С-ны оқимыз басында. Енді мен бір массив қойсам, А-Б-С-ты жеке оқытынша. Яғни үшеуін оқып, бір массив салып қойдық басында. Ары қарай біз күнді оқимыз. Қанша күн? Одан бүгінгі күні. Айдап қасына қойып, бір қатарда. Яғни тексеріп көрейік. С типті, қарай, дұрыс оқып тұрмын. Мына жерде мен мынандай әдіс қолданамын. Мысалы, мына қайта жазып жүргенше input текстті жазып қоямын. Командада былай Python test.py мына жерде бірден оқимын да, яғни консольға енгізіп отырмайын. Енгізіп уақыт қоймын деген сөз. Яғни 14, 12, 11 оқып алдық, 7, 1. Дұрыс оқыпты, енді ары қарай бізде бір айнымалы болсын. Оған үнемі қосып, яғни ай деген бізде яғни бүгінгі күн ғой 7. Яғни бізде мына жерде индекс 0-ден басталғандықтан мен айдан 1-ді алып тастағаным дұрыс. Деген себебінен қазір. Енді цикл қосқан кезде былай жүгіремін. Яғни менде күн біткенше, мен мысалы n күн жүру керек қой. Мысалы 5 күн болса, 5 күн цикл жүру керек қой, яғни айналып. Бұндай результатқа бұл кезде бүгін яғни ай реттегі кетшейін бүгін, ертең уже мынаған бірді қосам. Одан кейін бар, n-нан бірді алып қосайын, яғни бүгін аз қалды деген сөз. Бірақ мына жерде бізде бір қателік бар, өйткені бізде ай біз дегенді қосқан кезде ол массивтен асып кетуі мүмкін. Түсіндірейін. Яғни бізде өзіміз білетіндей
Neçe oldu? Yani bizde yanında massif var. Yani bizde ay деген сан бар. Тіркейтін. Яғни айды біз мына жерден біріншіден аңғарап тұрады, одан кейін мына жерге өзгереді, былай өзгереді, одан кейін біз тағы плюс қойсақ, бұл массивтен шығып береді. Яғни бізде индекстер бар ғой, 0,0,1,2 деген. Яғни екіден кейін индекс 3 болып кетсе, онда анау шығып береді да қайтадан. Сол үшін мен оны қайтадан 0,0-ге ауыстыруым керек. 0,0-ге ауыстыру үшін мен оны былай просто мод 3 дей салсам болады, яғни 3 бөлінген қалдық. Плюс қосқан сайын қалдыққа қалдық отырамын. Сол кезде менде ол массивтің сыртына шығып кетпейді. Ары осы клиенттерді алып қарасам болады. Yani 88 шығып тұр. Тауып отсақ негізі қиын есеп емес. Бұл жердегі бір шарттарды табу керекпіз. Мына жерде негізі біз есепті шығара салдық қой. Біз бірақ мынаға мән берген жоқпыз. Мыналардың мәні қандай болады? Мысалы n-нің мәні 10,9 дәрежесі. Яғни 10,9 дәрежесі деген біз мынаны циклда 10,9 дәрежесі деп жүгіреді деген сөз. Ол бізде бір секундтан асып кетеді. Шамамен былай ойласақ болады негізі. Енді мен нақты дұрыс емес, бірақ бір секунд мысалы 10-ның 6 дәрежесі деген сияқты ойлап қойсаңыз өзіңіз бір секунд. Уақытында бір секундта яғни барлығын яғни жұмыс істеп үлгеру керек та. Сол үшін бізде бір секундтан асып кетеді біздің яғни кодымыз. Енді мұны бірінші былай жіберіп көрейік. Сол кетіп көресіздер. Есеп шығарған кезде үнемі осындай кейстер болып тұрады. Мысалы есеп шығарып отырсыз, мысалы кейбір тестке келгенде 72 балл, мысалы олимпиадаға қатысқан кезде осындай шығып тұрады, адамдарда 72 балл. Не үшін ол шығып тұрады деп. Группаға 3 нөмір балды. Енді оны бүйтіп қарап көрсеңіз, группа 3 деген не деген сөз деп. Қараңыздар, мына жерде яғни бағалау жүйесін оқу керек та бұл жерде. n 3-тен кіші болса 9 балл. n мыңнан кіші болса 72 балл. Яғни бізде n мыңнан кішіге дейін орындалып тұр да, ал n мыңнан үлкен болып кетсе, оны орындалмай қалады. Оның 9 дәрежесі. Сол үшін бұл жерде біз мынаны уақытпен бізде қысқарту керек. Енді оны қалай қысқартамыз дегенде, мына жерден логиканы қарасаңыздар, жаңа біз мына жерде көрдік қой, мына жерде мен ауызша есептегенде мен оларды өзіміз мысалы адам басып ойлағанда былай істемейді ғой. А-ны қосып, оның үстіне қайтадан А-ны қайтадан Б-ны қосып отырмайды. Просто біз жаңа былай есептей салдық қой, А-ны қостық та 37. 37 былай. Яғни оңай шығару көрдік, біз уақыт құртпадық қайта-қайта А-ны қосып отырмаймыз. Мысалы бізде мына жерде 1000 А-сы болса, бұның бәрін қосып отырмаймыз, өйткені яғни біз қараймыз да, А-сы деген круг бізде қанша рет қайталанады, соны просто осының суммасына көбейте саламыз. Былай айтып көрейін сіздерге. Мысалы А-сы беріп, мысалы қарасаңыздар, мына жерде мысалы 500 рет қайталанып тұр. А-сы енді мынаның қосындысын тап десеңіздер, А-ға Б-ны қосып оған С-ны қосып оған А-ны қосып жүрмейміз. Өйтсек ол уақыт көп кетіп қалады да, біз яғни бір жерден яғни бір сандардан қателесіп кетуіміз мүмкін да өзіміз. Сол үшін біз оны былай істейміз ғой. Үшеуін қосамыз да, яғни мына бізде қанша рет қайталанып тұр. Мысалы n рет қайталанса, оны n-ға көбейте салған дұрыс та, өзі оңай. Яғни біз бұл деген мысалы бізде мына жерде өзіңіз ойлаңыз, 10,9 дәрежесі сан бар да. Біз 10,9 дәрежесіне рет қосқанша қанша рет қайталанып тұр, соны қосасақ, осылай уақытты үнемдейміз да. Бұл жерде мынау бізде бір операция қолданады, ал мына жерде біз әр қосқан сайын бірнеше операция, яғни 10,9 дәрежесі операция керек та. Енді бұны біз қалай білеміз? Қараңыздар. Бізде бірнеше шарт болуы мүмкін. Яғни бірінші шартта бізде егер бізде А-мен басталса, мына жерде соңында мысалы С-мен бітпей, мысалы Б-мен бітіп қалуы мүмкін. Бұл жерде біз бұған дейінгі сандарды қосып аламыз да. Соңында А-мен Б-ны қосып аламыз.
Так, яғни поэтому енді мына соңғы а б мен б қалғанын қалай білеміз? Мына жерде үш қой ұзындығы. Мысалы мынаның ұзындығы общий елу беске тең болса, елу бесіміз үшке бөлінеді, яғни елу төртке бөлінеді де соңында а мен аяқталып қалады. Бұл жерде біз былай істесек болады. Елу бесті үшке бөлеміз. Бөлгеннен кейін қанша болады? Бірден береміз. 18, иә. Яғни бізде 18 мынандай бір жұп бар, яғни абс деген 18 жұп бар. Соңында бізде бір қалдық қалды, иә. Бір қалдық қалды дегеніміз мынау а қалды. Бұл жерде біз былай есептей саламыз. 18-ді а плюс б плюс с қосындысы соған көбейтеміз, соңына мына циклдағы аны қосамыз. Яғни әр кез бүйтіп абс деп мына біздің қазіргі кодта біз абс деп қайта қосыра қоямыз да 55-ке дейін. Енді оны қалай шығарамыз? Мына жерде менде яғни басқа кесте болуы мүмкін, өйткені бізде б мен басталады, сандарымыз немесе с мен басталады ғой. Ол жағдайларда біз б мен с-ні қосып аламыз да, одан кейін а бізде қашан кездессе, сол жерден бастап ары қарай мысалы үшке бөліп қоссақ болады. Мына жерде мен былай көрсетсем. Мына жерде поэтому егер а нөлге тең болса, яғни бұл дегеніміз бізде а деген сөз. Тең болса, мен былай дей саламын. Біз мына жерде жұптар бар ғой. Енді үшке бөлемін. Мына жерде үш жұптарымыз одан бөлек. Бөлем, сосын жүздатқа соны қоса жұпты үшеуінің қосындысына көбейтемін. Енді массив S бар. Мына жерде сан істей салайын. Ары қарай мен енді сол үшке бөлгенде қалдыққа жазсам. Кезегі шығып тұр. Енді осы кодты жүйіп көрейін. Алпыс сегіз бар. Мына келеді. Біз мына жерде басып тұр. Континью керек. Сызбамызға қарай. Сызбамызда бізде ай нөлден басталған. Мына жерде бір санмен тұрады. 18. Нөлге тең болса, бүйттік. Бес тұрады. Разрасти керек.
Бізде n болған кезде біз 18 қылдық, болған 8-ді жоқ дұрыс. Бұда бізде неге тең болады? Кәдімгі шешімді мен қарап едім. Дұрыс, мен бір жақсы жағдай қарап тұрамын деп. Ол жағдай болып тұр ғой бізде. Яғни а болса деп, соңында с мен бітсе, мен мынаның бәрін қосып тұрмын ғой. Қосқаннан кейін менде n нөлге тең болып қалса, яғни бәрін қосып тұрғаннан кейін артқа қарай ештеңе қосып керек емес. Яғни біздің шартта былай болып тұр. Мен аны бәрін қосып шығамын, соңында n де нөлге тең болып қалады ғой. Нөлге тең болған кезде мен бәрін де қосып жатырмын да. Сол үшін мына жерде мен бір шарт қосқым келеді. Нөлге тең болған кезде, яғни енді күн бітсе, барлығына яғни менде мысалы 9 күн болса, 3-ке бөлінеді ғой. 3-ке бөлінгенде мына жерде бәрін есептеп тастаймын. Ары қарай өзім мына жерде тағы қосып керек емес. Яғни n-ді минус 1 деп. Жағадан тұр. Яғни код бойынша сұрақтар болса, комментарийға жазып отырсаңыздар болады. Енді ары қарай үшінші есепті қарайық. Үшінші есептің берілуінде бізге бірден n-ға дейін сан беріледі. Ол жерде біз тек яғни тақ орында тұрған сандарды немесе жұп орында тұрған сандарды алып тастай аламыз. Алып тастағаннан кейін оларға қайтадан сандар береміз. Яғни сол жақтан онға дейін. Және соңында бізде бір x деген сан болады, сол сан қалу керек соңында. X деген сан қалу үшін біз яғни қандай қадамдарға барамыз. Яғни мен былай түсіндіре салайын сөзбен оқығанша былай түсіндіре салайын. Бізде бір сан бар дейік. Яғни екі сан бар. n x деген. X деген n-нің ішіндегі бір сан. n дегеніміз былай болады. Басында бізде бір сан бар. n-ді былай 8-ге қойып, x бізде 4 болсын. Немесе 4 емес, былай 5 деп қойайықшы. 5 болсын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни қарап отырғанымызда бізде реті жерден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Яғни бізде екі жол бар. Яғни тек тақ орындағы сандарды немесе жұп орындағы сандарды сызып тастап отырамыз. Алып тастап отырамыз. Мына жерде x5 дегеніміз соңында бізде алғанда соңында бір сан қалады. Сол x деген сан қалу керек. Басында x 5 осы орында тұр. Яғни бұл бізде қазір қалу үшін біз, мына жерде біз екі вариант бар ғой, тақ немесе жұптарды. Бұл жерде тақтан да сыза алмаймыз, өйткені тақтарды сызсақ біз 5-ті сызып тастаймыз. Бұл үшін біз мына жұп сандарды сызып тастап отырамыз. Қарасаңыз бізде тек тақ сандар қалды. Енді тақ сандарды қайтадан сызып шығайық. 1, 3, 5, 7. Енді оларға басынан қайтадан нөмірлер қоямыз. 1, 2, 3, 4. Яғни 2 азайып қалды. Енді бұл жерде біздің санымыз 5, мына жерде 3 деген орында тұр. Яғни тағы орында тұр. Сондықтан біз мына жерден жұптарды қайтадан сызып тастаймыз.
енді ары қарай бізде не болды? Енді бізде тек 1 мен 5 қалды. Мына жерде 1, 2. Енді 5 бұл жолы бізде тақ емес, жұп орында тұр. Сол үшін біз тақ санын шешіп тастаймыз. Мен мына жерден бір нәрсені ұмытып кеттім. Мына жерде біз басында бірінші қадамда, екінші қадам, үшінші қадам. Бірінші қадамда біз жұп сандарды сызып тастадық. Сол үшін біз мында 2 деп жазамыз. Жұп сандарды сызып тастадық. Екіншісінде біз тағы да жұп сандарды сызып тастадық. 2 деп жазамыз. Яғни жұп сан дегенде жұп сан емес, жұп орындағы сандар. Ал үшіншісінде біз тақ орындағы санды сызып тастадық. 1. Енді одан кейін соңында бізде 5-тің өзі қате жалғыз 1 деген орында. Енді жерде бізге керек нәрсе не? Керек нәрсе мына біз яғни жасаған қадамдар 2, 2, 1. Бұл жерде n 8, x 5 болса, жауабы 2, 2, 1 болады. Енді басқа мен мына біздің тесттегі мысалдарға керек. 15. 15 пен 6 түсінейін. Енді мындай лай өзгеріс сұрақ болды. Мына жерге мен қосайық артынан. 8 емес, бізде 10 болсын. Бұл жерде 9, 10. 9, 10. Бұл жерде біз 10 сызып тастадық. Мына жерде біз 9 қалды. Оның индексі 5. Енді келесі 9 бізде мына жерде тұр. Ол тағы сызып кет мына жерде. 8 болса да 10 болса да, мына жерде 2, 2, 1 деген жауап шығады. Енді ары қарай 6, 6 дегенді қойып. Яғни n 6, x-та 6-ға тең. Басында бәрін бір қатарға жазып, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Оларға рет беріп қойдым. Бастапқы реті берілген мәнмен бірдей болады. Енді мына жерде біз 6 деген соңында тұр. 6-ның индексі 6, яғни жұп индексі болғандықтан біз бұл жерде жұп емес, тақтарды сызып тастау керек болады. Тақтарды сызып тастау керек. Тақтар 5, 3, 1 сызып тастаймыз. Бізде тек жұп сандар қалды. Мына жерде 2, 4, 6 қалды. Бұл жерде біз тақтарды сызып тастағандықтан мына жерге 1 деп қоямыз. Тақтарды сызып тастадық. Енді келесі жолы мына жерде 1, 2, 3 болады. Яғни 6 деген санның біздің x қой берілген. 6-ның индексі 3 болғандықтан, бұның индексі тақ болғандықтан, бұл жерде біз тақтарды сызбаймыз. Керісінше жұптарды сызып тастаймыз. Жұп сандарды. Жұп сызғаннан кейін мына жерде 2 болады. Енді соңында бізде 2 мен 6 қалды. Олардың индекстері 1, 2. 2 бізде жұпсақ болғандықтан, тақты сызып тастаймыз. Яғни 1 сызамыз. Соңында 6 қалғандықтан бізде жауап 1, 2, 1. Мына кодта көргенімізде 1, 2, 1 деп тұр. Енді бұл жерде бізді ойлауымыз мүмкін, қалай шығарамыз. Біз мынандай массив құрып, массивтерді сызып отырамыз ба деген сияқты ой келуі мүмкін. Басында өйтіп сызатын болсақ, біз онда көп уақыт құртып қоямыз. Яғни уақыт дегенде код бірінші жазудан екінші ол массивтер қысқарып отырғанда үнемі соған уақыт көп кетіп қалады. Қараңыздар, n бізде 10-ның 9 дәрежесі. Яғни біз 10-ның 9 дәрежесі массив құртуға болмайды. Сондықтан бұл жерде біз арнайы неге формула қолдану арқылы шығаруға тырысайық.
яғни қарап отырғаныңызда мына бірінші тізімде индекс жүк болса, одан кейін алдындағы сандарға қараймыз. Яғни алдағы сандары бізде 5 сан болып тұр. Бұл жерде басында жүк болды, кейін ол таққа ауысып кетті. Одан кейін тағы 2-ге бөлген кезде қайтадан жүк болып қалды мына жерде. Бізге арнайы бір яғни не керек? Формула керек бұл жерде. Міне біз ойлайықшы, мысалы, біздің бір индексіміз 85-те бөледі. Яғни бұл бізде тақ сан, индекс. Мысалы, x деген біздің бәрібір қандай сан екен. Енді біз мына жерден жұптандарды сызып. Бұның алдында бізде 84 сан бар, 84 санның жартысы 42-сі сызылып қалатын жерде. Тек бұл жерден 42-сі қалады. Бұл сан сонда 42-ның артынан қосылады да, сонда бұл сан бізде 43-ші болып тұрады. Енді басқаша қарайық. Егер бізде тағы емес, не сан болсын, жүк сан болсын, мысалы, 62 дейік. X. Яғни X бізде жүк сан болған кезде, бұның алдында 61 сан бар, Саманы бізде тек тақ сандар сызылып береді. Енді біз байлайық, мына жерде барлығы бірге 62 болса, олардың жартысы сызылып кетті ғой. Бізде тек қанша сан қалады? 31 сан қалады, жартысы 31. 31-дің соңғы саны болып тұрады. Ол дегеніміз, бұның индексі 31. Бұл жерде қарайтын бір жайт бізде болып тұр. Егер жүк болса, онда оны 2-ге бөле береміз әркез. Егер оның индексі жүк болса, онда біз 1 деп жазамыз да, санды 2-ге бөле береміз. 1 деп жазған себебім, өйткені біздің тақтарды сызып тастадық қой. Ал егер бізде индекс тақ болса, онда біз 2 деп жазамыз, өйткені жүктарды сызып тастаймыз. Бұны 2-ге бөліп, 85-ті 2-ге бөлсек бізде қанша болады? 42 ғой. Одан бұған плюс 1 деп қосамыз әркез. Бөліп дегенде нәтижеміз 2-ге бөліп, оған плюс 1 деп қосып отырамыз. Бұны жазып берейік. Осы кодты. Қарасақ, бұлай қиын емес сияқты. N мен X бізде қатынасына бірге тұр. Басында бұлай n-ді оқып аламыз. Артынша X оқимыз. Яғни, байызамыз басында X бізде X бізде жүк сан болсын. Бізде салды айтқанда, яғни жүк сан болса, онда біз тақ сандарды кесеміз, яғни принт 1 деп жазамыз да, сандарды кесіп тастадық. Бұны жай 2-ге бөле саламын. 62 болса, онда 31 екен болады. Ал тақ сан болса, егер біздің индексіміз тақ сан болса, онда біз тек жүк сандарды сызамыз да. Екіге бөліп, плюс 1 қосып қоямыз. Осылай. Солай 10-ды. 5 деді ма? Жазып көрейік. 2-ге бір шығып тұр. Өте бар жағдайды қарастырмасақ болып тұрмыз. Онда бұны жеп қойып, біз мысалы бір жағдайды қарастырмай кеттік, оның біз басында мысалы білмейтін болсақ, басқа варианттар. Мына және мынада 6-6 тексеріп көрейікші. 6-да мынада көмішті қосырады.
Açalım sınavı. Yani çekeyim. Bana жүйесі сеп тұтпау. Біз кейбір тесттерді қарамайды. Енді біз өзіміздің кодымызды қарайтын болсақ, мысалы, кодымызды қарасақ, біз тек x қолдандық та n-ді вообще қолданған жоқпыз. Бұл қандай шарттар болуы мүмкін? Мысалға алайық. Жарайды, бастайық. Mesela biz aşağı bunu ikiye beşinci basa aşağısında zaten altıda altın teşekkür ederim. Yani bir iki oturuş yoktur. Anda бұл жерде бізде бір жағдайлар болуы мүмкін. Мысалы, мысалы, кәдімгі онда екі болсын. Тек бір деп қана шығарып. Яғни онда екіні тексеріп көрейік мына жерде. Онда екі. Мына жерден бояма тез жазсам. Екі деген бізде мына жерде там болғандықтан тақта тізіп тастаймыз. Бізде тек жұптар қалады. 2, 4, 6, 8, 10. Мына жерде менде жауабымда тек бір деп қана шығардық та мына жерде. Бір емес, бірден бөлек. Бірден бөлек, мына жерде мынау бір деп тұр ғой. Индекс болады, значит, мен жұптар тізім керек болады. 2, 6, 10 болады. Тағы жұп тізсам, 2 де 10 болады. Тағы жұп тізсам, соңында 2 қалады. Яғни бұл жерде біздің қайғы шарт, егер бізде x-іміз бірінші сан болып қалса, артында оның санды тағы сандар кездесіп тұрса, олардың бәрін үнемі, яғни 2 дегенді басып, 2 кесіп отырамыз. Үнемі 2-ге бөліп отырамыз. Енді бұл қалай дегенде біз бастау керекпіз. Қараңыздар, мына жерде онда 2. Тек бір деп қана шығып тұр, жауабы бір емес. 1, 2, 2, 2 болу керек. Жауап. Енді бұл жерде бізге бір затты сұрау керекпіз. Мына жерде бізде басында ұзындығы n болды ғой. Біз 2-ге бөлген сайын, ол n қысқарып отырады ғой. Соңында бізде артында n қалды ма, соны біліп отыру керекпіз. Яғни ол былай. Бұл жерде әр кез былай 2-ге бөлген сайын, біз n-ді бөліп отыру керекпіз. Яғни n бізде жұпсан болса, 2-ге бөлеміз. Ол тақсын болса, басында. Onda istеп қалды. Яғни былай болып тұр. Біз кішірейтіп отырамыз, n-ді де бірге. Соңында қараймыз. Егер n бірден үлкен болса, егер n бірден үлкен болса жазам. Бізде мына мысалға келгенде, мына мысалда бізде көп болып кетті ғой, яғни x бірге тең болғанмен де артында сандар бар. Яғни n бірден үлкен болса, әркез print
екі деп жазып отырамыз. Неге? Өйткені менде x менде бірінші мән болып тұр да, маған артындағы мәндерді кесіп отыру керек үнемі. Бөліп деп. Яғни сол үшін. Интегралда менде екіні менде бөлім. Бұл жерде тоже мынаны жазу керек болады маған. Осылай менде тексеріп береді. Яғни 10 бір екі деп қана қалды. Aylıyorum. Alırsam böbük yarat. Leşen oran. İstedim. Так, яғни былай ойлайық. Қараңыздар, бізде x деген бірінші сан болып қалды. Және артында бірнеше сан бар, яғни бірінші сандардан құтылу керек. Біз сол сандарды аламыз да. Үнемі екіге бөліп отырамыз осы сандарды. Біткенге шейін. Сол үшін мына жерге базис санда болады. Менде мына жерде бірінші сан қалу керек, сол үшін мен бірді алып тастаймын. Ары қарай осылай бөледі. 10 екі болса, бір екі деп шығады. Biraz kod çektik. Spor. Correct. Ne katacağız? Nasıl emine nasıl zaten bir Ona nasıl hemen taksanlarda oturam. Bunda şu sanat. Oturam. Yani yaptığım ben önceden бастеген себебім біз мына жерден былай жасасақ болады негізі. Сенен білем. Бұны былай жасаған себебім мындай болып тұр. Қараңыздар, егер бізде мысалы бір санның ұзындығы 11-ге тең болса, егер маған мына жерде тақсандарды сызу керек болса, онда менде жауабы тек 5 санға болады. Яғни тақсандарды сызатын болсам 11-дің ішінен. Ал егер осы 11-дің ішінен жұп сандарды сызатын болсам, жұптарды, онда менде 6 сан болып қалады. Сол үшін осындай шарт қостым. Жаңағыдай n+1 деп жазсақ болады. Біз осылай жасап қоямын, осы кодты жүріп қояйын.
Енді сұрақтар болса телеграмға немесе осы YouTube каналының астына жазсаңыз да болады. Комментарийға. Ағылы келісіп шығарады. Әкім Марсахот. Бұл зерттеу бізде бірнеше сан берілген. Аш деген сандар. Яғни бейбитіктер әркез. Және біз оның ішінен бір, яғни К деген ұзындыққа тең бір, яғни бір аралық алу керек біз үлкен n-нің ішінен. Бұл жердегі сұрақ бойынша. Яғни былай, мен басып көрсетсем, түсінікті болу үшін. Яғни бізде масафот бар. Мысалы бір нүктеден екінші нүктеге n-ға дейін. Міне былай жүріп отырады былай. Мысалы бір бесіктер әртүрлі. Мысалы 5, мысалы қарай 6, немесе 4, 7 деп төмен түсіп шығып отырады да былай. n-ға дейін. Енді бізде бір К деген бар. Сан бар. К деген n-нің кіші сан, бір аралық. Мысалы, мына аралықты К деп алсақ болады. Немесе мына аралықты К деп алсақ болады. Яғни әртүрлі К болуы мүмкін да. Енді бізге табу керек нәрсе мынандай болып тұр. Бізге егер бір жерден жоғары шығатын болсақ, біз ешқандай ол жерге бензин көтереміз. Яғни біз наоборот энергия көбейтеміз да, мысалы. Плюс 5 дейік. Нәтижесі тағы плюс 2 деген сияқты. Ал егер төмен түсетін болсақ, онда наоборот тұтамыз. Мысалы мына жерде минус 3 деген сияқты. Отырамыз. Енді бізге мынандай бір аралық табу керек. Яғни сол жерде яғни максимум біз қанша энергия яғни өндіре аламыз. Енді мына жерде мысалдан көрсетейін сіздерге. Бірінші мысалда бізде мына 5 деген 5 яғни 5 нүкте бар, 5 орын бар. Әр кезінде биіктіктері берілген. 2, 1, 2, 4, 3 деген сияқты. НК берілген, ол араға 1, 2, 4, 3, 1. Әне жазайын. 1, 2, 4, 3, 1. Мына жерде N 5-ке тең, яғни барлық ұзындық. Ал К 2-ке тең, яғни бізге К 2 дегені, ұзындығы 2-ке тең бір аралық табу керек болды. Яғни оны қайта мына жерде біз арасынан секіретін болсақ, басында комментарийге қойылған. Яғни біз бірінші нүктеде тұрмыз, бірде. Ағай біз жоғары жүреміз. 2-ке дейін. Ағай 4-ке дейін көтерілеміз. Одан 3-ке түсеміз. Одан қайтадан 1-ге түсеміз. Осылай. Енді массауатта бізде яғни ұзындығы 2-ке тең аралық табу керекпіз. Енді біз аралықты былай салыстырсақ болып тұр. Ана жерде аралығында біз плюс 1. Яғни энергия өндіреміз мына жерде. Плюс жоғары шыққан сайын өндіреміз, төмен түскенде ме? Керісінше екен ғой. Яғни біз жоғары шыққан сайын біз наоборот энергия құртылады да. Минус 1. Жоғары шыққан сайын тағы минус 2 энергия құртылды. Мына жерде біз уже энергия өндірдік. Плюс 1. Мына жерде тағы энергия өндірдік. Плюс 2. Мына қарасаңдар бізге К2-ке тең деген. Біз қай нүктеден бастап, яғни 2 жүріс жасағанда бізде максимальный бензин өндіре аламыз, энергия. Мысалы біздің қазақ жағдайда, егер біріншісінен бастайтын болсақ, біз минус 1, минус 2, яғни минус 3 болып қалады да. Ал екіншісінен бастайтын болсақ, минус 2, плюс 1. Мынаны жазайын. Яғни бізде К-ның бірнеше варианты бар. Бірінші мынау болуы мүмкін. Екінші мынау болуы мүмкін. Бұлай болуы мүмкін, К.
есептейік. Біріншісінде минус 3 болады, екіншісінде минус 2 плюс 1 минус 1 болады, үшіншісінде 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады. Яғни біз мына жерде максимум 3-ге тең болып тұр. Оның басталған нүктесі мына 4. Яғни 1, 2, 3 үшінші нүктеден басталған да. Осыны табу керекпіз. Енді бұл жерде біз не істеу керекпіз? Бірінші мына аралықтарын тауып алсамыз. Бірінші мынандай. Одан кейін бар к деген бірінші бір аралық табамыз да мынандай. Ары қарай уже былай бір орыннан былай қозғалып отырамыз. Қозғалып әркез максимумды салыстырамыз. Бізде максимум қай жерде келеді, соның индексін сақтап қоямыз. Соңында сол индексті қайтара саламыз. Есептің шешімі осылай. Енді кодын жазып көрейік. Басында бізде n мен k-ны оқимыз. Бір жолда оқысайшы. Яғни бізде кодымыз ұзын көтер үшін n мен k-ны оқып алдық. Ары қарай біз барлық сандап оқып шығамыз. Онда былай бір жолға жазсам, болсын. Тексеріп көрсетсем. Мысалы, жаңағыдай болды 5 бар, k кеткен. Ары қысамыз 1, 2, 4, 3, 4. Яғни көргенімізден арды бір орынға сақтап қапшы. Енді ары қарай келесі қадам бізде олардың айырмашылықтарын бір жерге сақтау керек. Енді олардың айырмашылықтарын алайық. Айырмашылықтарын есептейміз. Көрген жүреміз да. Мұнда екінші мәселе құрайық, сол жерге қосып отырамын. Мысалы, I плюс 1-ден айда алып отырамын. Керісінше айдан I плюс 1-ді алып отырамын. Мына жерге тұрамыз. 1-ден 2-ні аламыз, 2-ден 4-ті аламыз, 4-тен 3-ті аламыз. Және соны осы жерге жазып отырмын. Жаңа келіп бөлек қойым. Жаңсы 5, 2, 1, 2, 4, 3, 1. Минус 1, минус 2, 1, 2. Минус 1, минус 2, 1, 2. Енді ары қарай біз осының ішінде қандай не? Яғни бір аралық табу керек, біз ұзындық k-ға тең. Қай жерде максимум суммасы максимум болатын. Соның индексін қайтара салу керек. Ана жерде бізде 1 мен 2 сумма үшін. Осының индексін 3-тің индексі бізде яғни 2 болады. Яғни индексі 1-мен санайтын болсақ, 3-ті қайтару керек болатынбыз. 3-ті қайтару керекпіз. Ары қарай оны қалай шығарамыз? Яғни біз мына жерде қалғандай бірінші индексінің суммасын тауып аламыз. Бізде сумма бұның k-ға дейінгі осындай сумма болсын. Ары қарай біз былай істейтін қараңыздар. Біз мына бірінші екеудің қосындысы бар. Ары қарай келесі мынаны қосамыз да, мына біріншісін алып тастап отырамыз. Келесі былай қарайтын болсақ, біріншісін алып тастау керек. Одан кейін мынаны қарайтын болсақ,
біз мынаны қосамыз да алдыңғысын алып тастап отырамыз. Бұл жерде индексті біз k плюс бірден бастау керекпіз. Мына жерде k-дан бастаймыз. Қарай бұның ұзындығына дейін. Мына жерде басында максимум сумма s-қа тең, ал результат бізде осында 1-ге тең болсын. Енді әркез бастаймыз. S-қа суммасына. Келесі элемент қосамыз. Ол біздің шартта i-ға тең. Одан алдыңғысын алып тастап отырамыз. i-к. Бұны берсем, мен былай басқаша түсіндіріп берейін. Қараңыздар, бізде мындай ұзын массив бар, көн. Массив бар, бізде басында мынандай бір k сумманы тауып қойдық, ол бізде s-қа тең. Келесінде мына жерде бір i деген элемент бар. Мына жерде i дейін, мынаны j дейін. Келесі j деген элемент. Енді менде маған i-дан кейінгі мыналардың суммасын табу керек. Оны қалай табамын? Бұл жерде менің табатын себебім бірінші астыңғы сумма, j-мен бірге алсам, ол менде s плюс j болады. Ал үстіңгісі менде i-ді алып тастайтын болсам, онда s плюс j минус i. Мынаны мен өзімнің индексіме қосам, ал алдыңғысын алып тастаймын. Мына плюс болады, мына минус болады. Осы логика. Осы логиканы жазып жатырмын. i-ді қосам, i минус k-ны алып тастап отыр. Енді мен жаңа аралық шыққаннан кейін, онымен алдыңғы максимум суммамен салыстырамын. Егер мына менде максимумнан көп болса, онда осының индексін сақтап қоямын. If макстан s үлкен болса, онда максимумды s-қа теңестіремін. Сонда да результат. Максимумды s-қа теңестірдім. Результатта мен осы мынаның индексі i-к плюс 1. Ол соңында барлық біткеннен соң мені кодын атылатпас үшін қысқартамын. Мен басына алып қоямын. Өйткені кодым симайғатын сияқты, бірақ былай бір жолда көрінбейтін ғой. Енді тексеріп қойып. 5, 2, 1, 2, 4, 3, 4. Жерде қате шығып қойдық. SMS болды. Мен b деген массивтан қосып отырамын. Аңғарай 5, 2, 1, 4, 3, 4. Жауабым 2 тең болды. 2 деген ол 2 деген индексті шығарды. Яғни бізде бұл жерде индекс емес, санның өзін шығару керек. Сол үшін мында тағы плюс 1-ден. Яғни 2 теңіз ба? Не үшін олай жаздым? Өйткені сізге жаңа қайтадан айтып өтейін. Яғни индекс бізде нөлден басталады ғой. Ал бізге жауабында бізде индекстен емес, сан ретімен шығару керек. Сол үшін мен қайтадан плюс 1 қостым. Қараңыздар, біздер байқағандай мен жерден қайта консольға жазып отырмын. Маған көп уақыт кетеді ғой. Мысалы жарысқа қатысам, қайта тексеріп отырып, көп уақыт күтіп аламын. Мына жерге тестті қайтадан көшіп қойсам, бір команданы басылсам, сұрап шығады. Мен мынаны қайтадан тексеріп отырайын, қайта. Басқа код өзгертсем де тез басқа саламын да шығарса.
Тұрып жатқан сияқты онда жүріп береді. Яғни өсіп тұрмын 100%. Яғни бұл жердегі негізі қарапайым нәрсе осы. Мынаны дұрыс неге жазып алу, кодқа жазып алу осы идеяны. Яғни бізде бір аралықта табу керекпіз максимум сумма болатын. Соны тапқаннан кейін соның индексін шығарамыз, бастапқы индексі. Басқа ештеңе жоқ. Енді келесі есепке көшейік. Бұл жерде біз мынандай сөз берілген ұзындығында. Андай әр жұптар табу керек біз. Яғни алдыңғы сан артқы саннан бұрын кездесу керек. Яғни несі алфавит бойынша бұрын кездесу керек. Жұптарды табу керекпіз. Яғни дегеніміз былай. Салфай. На самом деле жазбайын. Осы сіз түсіндірейін. Осы болады. Яғни 27 екен. Бізге бірнеше жұп табу керекпіз. Екі жұп. Яғни алдыңғы сан әріп артқысынан, яғни алфавит бойынша бұрын тұру керек. Мысалы, оны алайық. Омен қай әріптерді бітірсек болады. Мысалы, О, С десек болады. Өйткені С біз алфавит бойынша одан кейін тұрады. Немесе одан кейін мысалы О, С деп жазамыз. Мысалы, О, С десек, С оның алдында тұрады ғой. Соны бұл есептелмейді. Немесе О, Е десек, ол да есептелмейді. О, Л десек, ол да есептелмейді. Яғни ада ол келмейді. Яғни одан кейін С қана келеді екен. Ал енді С алайық. Яғни S-тің алдына басқа кезекпен көтіп қойып. Яғни S-тан кейін біз ешқандай сан қоя алмаймыз да, одан кейін сандар өйткені одан бұрын кездеседі алфавит бойынша. Сол үшін S-ті қолданамыз. Ал С-ға келіп С-ны жазамыз. С-дан кейін келіп, мысалы Е. Одан кейін келіп С, Е деп жазыламыз, немесе С, О деп жазыламыз, С, Л деп жазыламыз. Өйткені мына әріптер С-дан кейін келеді алфавит бойынша. Енді келесі Е-ні алайық. Е-дан кейін оны жазыламыз. Одан кейін Л-ды жазыламыз. Енді Оға келсек, L мен А одан бұрын келді. Яғни одан жазылмаймыз. L-дан да Л-А деп жазылмаймыз. Одан да кейін, яғни бізде барлық вариант осы алтау. 6 вариант шығады. Енді біз бұны басында циклмен жаза берсек болады. Сол 10 аламыз да мынаның бәрін жүріп шығамыз. Қайсы одан кіші, сол арқылы санап шығамыз. Одан S табамыз да қайтадан тағы санаймыз. Санадым. Сөйтіп жазып шықсақ болады. Немесе яғни немесе былай арттан алға жүрсек болады. Мысалы, ан аламыз, аның алдында қандай кіші сан бар? Ана жерде кіші әріп жоқ. Сұрақтың белгі бойынша осындай жұптарды табу керекпіз. Мына есептің берілуі бізге Е деген есеп берілгендіктен, яғни ішіндегі ең қиын есептердің бірі. Ал бізде 15 дәрежесі. Егер біз әр кез бір-бірімен тексеретін болсақ, біз екі цикл қолданамыз. Сондықтан бізде ол екі цикл дегеніміз n квадрат. Яғни 10-ның 10 дәрежесі болып кетеді. Сосын олай қолдануға болмайды. Мысалы, мен былай жазып көрсетейін.
Яғни біз былай ойлауымыз мүмкін. S-ті болады. Bizden mындай результат бар. Басында былай болады. Егер біз екі цикл қолдансақ, егер SG-ден кіші болса, бізде қалып қостаймыз. Алып жатайын. Оны осы жерде жасап қойдым. S-ның орнына енді жазсам. Осында қарапайым болуы көрінуі мүмкін да бізге. Өсіп, мынаны қазір жіберіп қояйын. Жиырмаға. Яғни 20 балл деген ол тек қана бірнеше тесттен ғана өтті, өйткені біздің ана жерде беріп тұр, оның тест дәрежесі біз екі цикл қолданғандықтан оның 10 дәрежесі ол уақытпен өтіп жатыр. Сол үшін осындай балл. Біреулер ойлауы мүмкін, мен аны дұрыс сұрап тұрмын ғой деген сияқты. Жауап жоқ, бірінші тесттен. Өйткені бұл жерде көптеген тесттер болады. Сол үшін біз мұқият қарау керекпіз. Мына жерде негізі жазып қойған жерде. Бәрін кестеге салып. Оның 3 дәрежесінен кіші болса, оған 2 балл деген сияқты. Біз 20 балл мына жерге жеттік па тек. Егер А мен Б ғана болса деген сияқты. Енді біз бұны былай циклмен шығара алмаймыз. Яғни екі циклмен, яғни бір жолмен жүру үшін бізге бір андай уақыты аз жүретін алгоритмді қолдану керек. Яғни бұл жерде екі кезде яғни бинарный поиск дейді. Соны қолдану арқылы шығаруға болады. Яғни ол қалай болуы мүмкін. Яғни бірінші біз былай ойлайық. Яғни осы теория деген сөз бар. Біз бірінші басын бастап оқимыз. Бірінші оны біз массивке салып қоямыз. Одан кейін келесі S қой. Біз одан кейін S-ті одан кейін саламыз ғой артына. Артынан жерде бұның индексін аламыз. Индексі бірге тең. Одан жерде біз бір жұп қана жасай аламыз деген сөз. Келесі C. C-дің алдыңғыларымен салыстырайық. C-ді салсақ, біз бұның алдына кетіп қалады. S, O, S деп. Оның алдына кетіп, яғни алфавит бойынша. Бұның индексі 0. Бұл жерде біз ештеңе қоспаймыз. Келесі E-ға келеді. E-ні мынаған қоятын болсақ, S, E, O, S болады. Алфавит бойынша. Бұның индексі 1. Бір деген себебі алдындағы санмен ғана бір жұп қана істей аламыз деген сөз ғой, бұл С, Е деген ғана. Ана жерде О, С деген жауап істейміз. Бір болады. Енді келесі әріп О. О деген мына жерге салсақ, яғни мына орында тұр 2 индекс. Яғни бұл дегеніміз алдындағы 2 әріптен жұп жасасақ болады. С, О немесе Е, О деп. Бұл жерде 2 есес қалған. Енді келесі L-ға келеді. L дегеніміз ол оның алдында. С, Е, Л, О, О, С. L-дің индексі 2 мына жерде. Ол дегеніміз С, Л, Е, Л деген шығарамыз ба? Кеткен болды. Енді келесі А. Аны қойсақ, А ол бірінші ғой бізде. А, С, Е, Л, О, О, С болады. Бұл деген аның индексі 0, яғни аның алдында сан жоқ, ешқандай жұп жасай алмаймыз. Бұл жерде біз қарап өтсе, арды қосамыз соңында. Алтыға тең болды.
Енді бұл жерде сұрақ болуы мүмкін, мысалы бұларды қалай біз әркез мынандай яғни өз ретін тауып қоса аламыз енді. Бұл жерде енді бірнеше жолы бар шығарудың. Бір жолы мысалы біз хит деген деректер құрылымын қолдансақ болады. Немесе яғни binary source, яғни екі рет іздеу. Бинарный поиск дейді. Яғни бинарный поиск арқылы біз әркез индексін тауып қосып қойып отырамыз орнына. Сол осы орнына қойып, және оның индексін аламыз. Енді оны қолдану үшін бинарный поисктің попасек деген библиотека бар. Яғни сол жақ біріншіден іздеу, ал бізге неге массивқа салатын болсақ, insert right деп салып отырамыз. Мынаны деген сөз десек, былай десек болады. Біз жаңағы ана идеямызға келгенде біз әркез бір әріпті салып отырамыз оның үшін. Бізде массив бар деген. Оны әркез әріпті аламыз да соның ішіне саламыз. Әріп дегенде әріп емес, әріптің несін алайық. Санайып орып деген ASCII форма аламыз. Енді бұл кодтағы біз яғни қандай нәрсе қолданып кеттік. Яғни bisectlab деген біз бірінші біз мына кіші салдық қой индексқа. Яғни массивтің ішіне салып отырмыз. Салу үшін мынандай insert right дегенді қолданамыз. Яғни бірінші біз бұдан үлкен және кіші орынды аламыз да. Мысал ретінде бір массив болсын. Топталған массив 1, 2, 4, 7, 8 деген. Бізге осы жерге 6 деген санды қосу керек. Сонда ол іздейді, ішінен тез ғана іздеп, мына ортаны тауып алады. Яғни 4 пен 7-дің арасын осы жерге салып. Және осы insert right деген функциямыз. Ал енді bisectlab деген ол мысалы 6 болса, 6-ға дейін қанша сан бар, яғни 6-ның индексін тауып береді деген сөз ғой. Егер 6-ның индексі мысалы 3-ке тең ғой. Ол дегеніміз мына жерде 1, 6, 2, 6, 4, 6 деген істей аламыз деген сөз. Енді тура мына логика. Сұрақтарыңыз болса телеграмға немесе осы комментарийға жазып отырыңыздар, жауап береміз. Және де келесі концерттерге қатысыңыздар, мына жерде сілтемелер бар. Сол келесі кездескенше